Сәлем достар. Арада қаншама уақыт салып, енді видео түсіріп жатырмын. Примерно 5 ай. Бірақ та осы 10 сыныпта менде өте көптеген жағдайлар орын алды. Және де осы жазғы каникулға шықтық. Енді өте көптеген видеолар, влогтар түсіретін боламын. Егер даусым дұрыс естілмей тұрса, кешірім сұраймын, тамағым ауырып тұр. Ендеше мен бүгінгі жазда түсірген алғашқы влогымды бастаймын. Өте көптеген дүниелер орын алды және солармен бөлісетін боламын. Ендеше көп созбай, осы жазғы каникулда түсірген бірінші влогымды бастайын. 10-шы сыныпты бітірдім. Енді 11-ші сыныппын. Алдағы уақытта ұбт жайлы көптеген видеолар салатын боламын. Менің таңдап отырған пәндерім ағылшын және дүниежүзі тарихы, шет тілі мұғалімі. Бірақ та 10-шы сыныптың басында менде аудармашы мамандығына қатты қызыққан болатынмын. Бірақ та кейіннен өзімнің ойымды өзгерттім шет тілі мұғаліміне. Сонымен қатар қазіргі уақытта өте көптеген оқушылар ағылшын және дүниежүзі тарихын таңдап отыр. Сол себепті де 120 балдан асыру қажет грантқа түсу үшін. Ал енді келесі мәселе, ол мен курсқа қатысып жүрмін. Сол курста жаттаған сөздерді бүгін жазатын боламын. Яғни менің мұғалімім диктант алады. Сол себепті де мен жаңа барлық сөздерді жазып шықтым дәптеріме. Енді солардың қалай жазылуы, оқылуы, тағы да барлық материалдарды қайталап шығатын боламын. Мына екі дәптер маған қазір өте қажет болады. Өйткені мына дәптерге менде курс бойынша алған барлық материалдарды, жаңа үйренген дүниелерді жазып жүрмін. Ал енді мынау, бұл менде өзімнің планымды жазатын блокнот, былайша айтқан кезде. Бүгінгі күннің пландары осындай примерно. Мынау алдыңғы кешегі күннің планы. Осылай толтырып жүрмін. Кейбір кезде жазылмаған пландар болады, бірақ та олардың орнына мен подкаст тыңдап, әртүрлі осындай қажетті дүниелерді жазып, әр бетін толтырып жүрмін. Менің курсым бітті, қазір уже сағат 1:30 болып жатыр. Енді уже біз қазір брейкке барамыз. Тісімді брекетінің резинкасын ауыстырып келдім. Енді бабл ти іштік, мороженое жедік, бірақ бабл ти қатты ұнаған жоқ. Енді қазір мен жұмысқа кетуім керек. A few moments later. Менде уже кейінгі план. Қазір ағылшын тілі writingмен айналысуым керек деп негізі пландағам, бірақ мен қазір reading, яғни қазір оқылым болған қалап тұрмын. Өйткені writingға, в общем, желание жоқ. Өйткені жазылуға ұзақ уақыт кетеді. Алғанда болса мен шаршап тұрмын және тамағым да ауырып тұрып. Сол себепті только қазір оқитын боламын, журналдар. Так, потом дүниежүзі тарихы кітап оқу керек болады, ентіға байланысты. Так, мен керемет журналдар тауып алдым ағылшынша. Мысал ретінде біріншісі не жайлы? Біріншісі басқалар үшін қалай бақытты болуға болады делінген. Тамам, өте қатты ауырып тұрып.
isn't always easy to be pleased when others true, especially in areas that are special to you, but there are ways to transform ill feelings into positive ones дейді. Көбінесе мен оқимын, потом жаңа сөздер болса, оны жазып алып отырамын, кейін аударамын. Егер де ол сөз маңызды болса, ендеше өзімнің сөздігіме, яғни ол сөзді актив, жиі қолданатын сөзге ауыстыруға тырысамын. Менің оқып жүрген қазіргі кітабым осы «Гордость и предубеждение». Еще бұны маған сыныптасым сыйлаған. Потом менде осындай блокноттар бар. Мына блокнот менде арман мақсаттарым жазғанға. Ал мына күнделікті пландарды мен осыған жазып жүремін. Вот осылайынан. Және менде не только пландар, және де әртүрлі аффирмациялар болса, осында жазып жүремін. Және финансовая грамотность, әртүрлі белгілі бір өзім жинап жүрген ақша мөлшерін, қанша құртып жатырмын, қанша жинап жатырмын, соның барлығын мен осы блокнотқа жазамын. 2 hours later. Сәлем, дәл қазір мен экзаменнен келдім. Бүгін 30-ы, сағат примерно 12 болайын деп жатыр. Бізде экзамен сағат 9-да басталды, бірақ та мектепке 8-15-те жиналдық. Шынымды айтсам, экзамен қатты қиын болған жоқ. 2-3 тапсырмадан тұрды. Оның ішінде эссе болды, және де әртүрлі бос орындарды толтыру керек болды. Бір-екі сөйлеммен сол себепті қатты қиын болған жоқ. Мен қазір қатты сөйлей алмай тұрмын, өйткені әлі тамағым ауырып тұр. Сонымен қатар әлі де мектепке бару керек болады, өйткені жазғы практика болады екен. Вот. Алдыңғы түсірген влогым, яғни әлі жалғасуда, бір күнімді қалай өткіземін, сол жайлы болған. Енді видеоны қорытындылау қажет. Мен қазір енді тағы да өзімнің daily routine. Мен енді қазір күнімді қайтадан пландаймын, солайша тағы да пландарды орындайтын боламын. Енді мен пландарды жай ғана бүгін мынаны істеу керек екен деп жасай салмаймын. Белгілі бір өзімнің айлық пландар бар. Сол айлық планды орындау үшін, үлкен планға бір жетістік болу үшін мен оны кішкентай әрекеттерге, пландарға бөліп, солайша мен әр күнімді планыммен өткіземін, соны орындаумен. Ал енді егер де орындалмайтын болса, ендеше сол планды келесі күнге қалдырамын.